Жастарға да түсіндіріп айту керек. Дін деген әркімнің өзінің жұдырықтай жүрегінде. Сондықтан да бір жұдырықтай жүрегің қандай таза еттен құралса, адам бойындағы тазалық та солай болу керек. Өнен кейін рухани дүние деген нәрсе болу керек. Осы қазір біздің рухани дүниенің аздығынан, жан дүниелерінде жоқтығынан осындай нәрсе болып жатыр. Ал енді ол рухани дүние қайдан келеді? Рухани дүние тәрбие арқылы келеді, айту арқылы келеді. Соның кейін енді соның барлығын жеткізетін көмейдегі сөзбенен таңдайдағы тіл ғана. Егер тіл ұлттың жаны болатын болса, рухының үні болатын болса, ең құнды дүниесінің алтын қоймасы болатын болса, ал енді сол тілдің де жаны бар. Тіл егер ұлттың жаны болатын болса, тілдің жаны сөз. Сөз құдірет, тіл кие. Ал енді құдірет деген сөз бір Аллаға ғана қолданылады, бірақ Алланың адам баласына тартқан сыйының ең өзгеден өзгеше болып тұрғаны осы киелі тіл. Тіл егер ұлттың ұлт етіп көрсететін болса, сіз де жұмырбасы пенде, мен де жұмырбасы пенде, орыс та жұмырбасы, бірақ біреуді орыс, біреуді қазақ, біреуді Әзірбайжан, біреуді шыршыт жасап отырған оның тілі ғана. Әйтпесе, Құдайға шүкір, бәріміз де бір бас, бір мұрын, бір ауыз сондай. Осындай бір қарапайым нәрселерменен ұғындыра білуіміз керек.